Біз бұл сабақтан товардың размерін, басқа да түрлерін көретін боламыз. Алдымен кез келген бір товар таңдап алайық. Мен осы жилетканы таңдадым. Мінекей, осы батырманы басамыз. Бізге осы товардың размерін көрсетеді сол жерде. Міне S, M, L өзіңіздің размеріңізді таңдап заказ бере бересіз. Егер размеріңізден түсініксіз болып тұрса, мына батырманы таңдайсыздар. Міне осы жерде схема қалдырған қытайлар. Бойыңызға қарай размер таңдап алсаңыз болады. Енді басқа товар қарайық. Мысалы детский, кішкентай балдардың киімін. Тура осы батырманы басамыз. Осы жерде бізге басқа да түрлерін көрсеткен. Міне неше түрлер бар: көк, оранжевый, розовый деген сияқты. Және бұл жерде размер баланың бойына қарай көрсетілген. Мысалы менің қызым 5-те, мен 120 заказ бере беремін.